Сәлеметсіздер ме оқушылар? Қош келдіңіздер сабағымызға. Әдебиет сабағы 5-ші сынып. Оқушылар, біз сіздермен алдыңғы сабағымызда Ыбырай Алтынсариннің Атымтай жомарт әңгімесінің мазмұнымен танысқан болатынбыз. Бүгінгі сабағымызда жомарттық пен сараңдық тақырыбы. Сабағымыздың мақсаты әдеби шығармадағы екі нәрсені салыстыра суреттеулер мен қарама-қарсы суреттеулерді табу. Кейіпкерлерді шынайы өмірмен салыстырып бағалау. Балалар, айтыңыздаршы, Атымтай жомарт қандай кейіпкер? Қанекей, ойланайық. Жақсы, жарайсыздар балалар. Атымтай жомартты мейірімді, қайырымлы, адамгершілігі мол деп жатсыздар. Өте жақсы. Ал енді мінез деген не? Мінездің қандай түрлері бар? Қанекей, осы жөнде ойымызды жинақтап, білімімізді толықтырайық. Жалпы мінез адамның негізгі өмірлік бет алысын және оның өзіндік әрекетінің айырмашылығын сипаттайтын сапалы өзгешелік екен. Мінез дегеніміз адамның белгілі жағдаяттарда жасайтын, типтік әрекеттерін сипаттайтын тұрақты даралық ерекшеліктердің бірлігі екен балалар. Адамның басына қонған бақыттың тұрақты болуы жақсы мінез құлыққа байланысты деген екен Әл-Фараби. Жалпы мінез құлықты екі үлкен топқа бөліп қарастыруға болады екен. Адамның басқалармен қарым-қатынасын білдіретін мінез бітістері, яғни бұл адамгершілік, қайырымдылық, адалдық, қатыгездік, тұйықтық, зымияндық, еңбексүйгіштік, құнттылық, салақтық, тиянақсыздық, кертартпалық, тағы басқалар болып кете береді екен. Екінші топқа адамның өзін-өзі меңгере алу қабілетіне орай қалыптасқан мінез бітістері бар екен балалар. Бұл топты мінездің еріктік сапалары немесе мінездің жотасы деп те атауға болады екен. Ерік сапаларына күшті және әлсіз. Күштісіне батылдық, шыдамдылық, тәртіптілік, жинақылық, ерлікті жатқызуға болады екен. Ал әлсіз тұсына иланғыштық, қыңырлық, ұстамсыздық, жүрексіздікті жатқызуға болады екен. Ал балалар, ашық микрофон айдары бойынша мына сұрақтарға жауап берейік қанекей. Салыстыра суреттеу дегенді қалай түсінесіңдер? Қарама-қарсы суреттеулер қандай суреттеулер? Ыбырай Алтынсариннің Атымтай жомарт әңгімесінде осындай суреттеулер бар ма? Қай тұсынан аңғарыңдар? Дәлелді пікірлер айтыңыздар. Салыстыра суреттеу дегеніміз ұқсату арқылы адамның ішкі және сыртқы әрекеттерін байланыстыруға мүмкіндік беретін заттар мен құбылыстарды салыстыра суреттеу. Ал қарама-қарсы суреттеу дегеніміз антонимді суреттеу екен. Ал есімізге түсірейік әңгімені. Осындай суреттеулер бар ма екен? Жақсы балалар, сіздер шығармадағы берілген қарама-қарсы суреттеулерді дұрыс таптыңыздар. Енді осы шығармадағы берілген жомарт, бай, кедей, еңбекқор сөздеріне түсінік беріңіздер. Бұл тапсырманы сыныбымыздың жігіттері орындасын. Екінші тапсырма жомарттық, сараңдық, еңбексүйгіштік, жалқаулық ұғымдарын салыстырып, пікірлерін ортаға салады. Екінші тапсырманы сыныптағы қыздар орындасын. Ал ендеше сәттілік, тапсырманы орындайық. Оқушылар, сіздер бірінші тапсырманы ойдағыдай керемет орындады деп сенемін. Екінші тапсырмамызға көшейік. Жомарттық әлемді өзгерте ме? Қалай ойлайсыздар? Қазіргі қоғамда Атымтай жомарт кездесе ме? Қазіргі заманның Атымтай жомарты қандай деп ойлайсыздар? Кімдерді айта аласыздар? Кейіпкермен салыстырып көріңіз. Кейіпкердің орнында болсаң, сен не істер едің? Егер мен бай болсам деген ойды жалғастырып, өзіңіздің ойыңызды 3-4 сөйлеммен жеткізіңіз. Ал енді оқушылар, сабақта аяқталып қалды. Бүгінгі тақырып бойынша қандай ой түйдіңдер? Жақсы балалар,
Демек, сіздерге өте жақсы ой тастады деп ойлаймын. Кенді үйге тапсырманы алайық. 3-ші тапсырма. Бұл кітапта берілмеген. Сондықтан сақтап алыңыздар. Концептуалдық кестемен жұмыс. Бүгінгінің атымтай жомарты. Қыпшақ Сейітқұлдың жолын жалғастырушылар. Кәсібінен нәсіп тапқандар. Демек, 2-ші торкөзді толтырамыз. Кімдерді атар едіңіздер? Ойларыңызды дәлелді жеткізесіздер. Бүгінгі күнмен салыстырамыз, яғни қазіргі уақытта. Кімдерді айтар едіңіздер? Жақсы балалар, сау болыңыздар. Келесі сабақта кездескенше.